Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін тауықтың төс етінен өте дәмді әрі әдемі рулет дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Рулет дайындау үшін бізге ең алдымен тауықтың төс етінен фарш жасап алу қажет. Содан соң біз тұз қосамыз, қара бұрыш, паприка, кептірілген сарымсақ және де бір жұмыртқа салып, фаршымызды жақсылап араластырамыз. Содан соң біз фольгаға сұйық майды жағып, фаршымызды салып, төрт бөлшекті етіп формасын келтіреміз. Мінекей формасын келтіріп алдық. Енді бізге сушиға арналған нори жапырақшалары қажет. Міне нори жапырақшаларын қойып шықтық. Енді бізге кептірілген өрік қажет. Өрікті осында екі бөлікке бөліп, жан-жағына қойып шығамыз. Содан соң рулетімізді тығыздап айналдырамыз. Кішкене фольгаға жабысуы мүмкін. Қасықтың көмегімен көмектесеміз. Міне рулетімізді айналдырып болдық. 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне рулетіміз дайын болды. Мен 40 минут пісірдім. Суығаннан кейін рулетімізді әдемілеп тураймыз. Рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.